Сәлеметсіңдер ме, құрметті 2-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі пәні. 132-ші сабақ. Тақырыбы сан есім, дара және күрделі сан есім. Сан есім дара және күрделі болады. Дара сан есім бір сөзден жасалады. 5, 6, 1, 3, 2 дейтін болса, олар дара сан есімдер. Ал күрделі сан есімдер 2 немесе одан да көп сөзден жасалады. Мысалы 39, 264, 12-ші, 45-ші, 45-ші, не болмаса 29-ші деген сияқты болса, олардың күрделі сан есімге жатады. Қайталайық. Дара және күрделі сан есім. Заттың санын білдіретін сөздер сан есім деп аталады. Оларға қанша, неше деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 1, 71, 55, 21, тағы басқалары. Сан есім құрамына қарай дара және күрделі деп екіге бөлінеді. Дара сан есім бір сөзден құралады. Мысалы, 1000, 100, 20, 30, 1, 2, тағы да басқалар. Күрделі сан есім 2 немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, 11, 12, 25, 56, тағы басқалары. Күрделі сан есімнің құрамындағы әр сөз жеке-жеке жазылады. Мысалы, 6675. Оқулықпен жұмыс. 58-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Бөдене жылқысты. Дүние жүзінде бөдененің 20 түрі бар. Ол 7-ден 20-ға дейін жұмыртқа салады. Оны 15, 17 күн басады. Бөдененің жұмыртқасы өте пайдалы. Ол баланың ойлау қабілетін арттырады екен. Балалар, осы мәтіннен сан есімдер тауып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар. 7-ден 20-ға, 10, 15, 17 деген бұлар қандай сан есімдер балалар? Сан есімдер, енді қарайық, осыларды дара және күрделі сан есім екенін ажыратайық. Дәптерімізге әдемелеп көшіріп жазып ала қояйық. 59-ші жаттығуға назар аударайық. Жаңылтпашты жатқа айт дейді. Бір жаңғылда, бір мың гүл, бір бұлбұлда, мың бір жыр. Тағы да бір қайталап көрейік қане балалар. Бір жаңғылда, бір мың гүл, бір бұлбұлда, мың бір жыр. Енді балалар, осы жерден сан есімдер тауып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар. Бір және мың деген сан есімдер бар екен. Яғни оларды әдемелеп жаңылтпашты жатқа айтып, әдемелеп көшіріп жазып, дара және күрделі екенін ажырата қояйық. Бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатқан ұлттар мен ұлыстар, ортақ отанымыз Қазақстанның жарқын болашағы жолында бір кісідей жұмыла еңбек етуде. Жарасқан ұлттар мен ұлыстардың мекені Қазақстан этносаралық ынтымақтастықтың жарқын көрінісін паш етуде. Бейбітшілік пен тұрақтылық ел дамуының алғы шарты, қоғамдық тұтастандырудың негізгі күші, сондай-ақ өсіп өркендеудің басты кепілі. Келісім, азаматтық қоғам, мәдени және діни сұхбаттар жарасымы отанымыздың ең басты құндылығы болып табылады. Халықаралық қауымдастық Қазақстанды өркениеттер тоғысындағы ел деп таниды. Бұл дегеніміз азаматтардың еркін таңдауы,
олардың сенім нанымдарына, мәдениеті мен өмір салтына деген құрметтің салтанат құруы. Бәйтерек еліміздің басты символдарының біріне айналған. Аңыз бойынша тамырын тереңнен тартатын бұл көне мифологиялық алып бәйтеректің ақша бұлттан әр асып жатқан ұшар басын бақыт құсы самұрық құс мекен етеді. Еліміздің жүрегі Астана бұл күнде барлық қазақстандықтардың мақтанышы. Жаңа дәуір 21 ғасырдың құрдасы Астана қаласы тәуелсіз республикамыздың жарқын болашағының айғағы. Ел таңбамыздың ортасына айналасына жарық сәуле шашқан киіз үйдің шаңырағы бейнеленген. Ел таңбаның екі бүйіріне симметриялы түрде қос қанатты тұлпар бедерленген. Ортасында Қазақстан деп жазылған. Қазақстан біздің ортақ шаңырағымыз. Алпысыншы жаттығу. Жоспар бойынша мәтін құрап жаз. Қазақстан жері, Қазақстан халқы, Қазақстанның көрікті демалыс орындары жайында өзіміз мәтін құрастырып жазамыз. Шумақтар бірге қосылып айтайық. Жебір екен бір қазан, кейбір жемді бір қазан, бірақ сәтке қойды жеп, күбір етті тойдым деп, естіп бір кез дүбірді, жалғады түбірді, паналауға жүгірді. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Бүгін біз не үйрендік, не ұнады, сіздерге не ұнамады? Өз ойымызды айта отырайық. Жарайсыңдар балалар, бүгін сабаққа өте жақсы қатысып отырдыңдар, ережелерді жақсы қайталап алыпсыңдар. Үйге тапсырма 61-ші жаттығу 118-ші бет. Сау, саламатта болыңдар.